Бәріне сәлем. Бүгін асқабақтың 35-40 минутта дайын болатын оңай жолын қараймыз. Осындай үлкен асқабақ алдым. Бұл асып пісіретін асқабақ. Осыны екіге бөліп, осының жарты бөлігін ғана жасаймын. Бізге тек қана қазан мен мантаварканың бір табағы болса болды, одан артық ештеме қажет емес. Қайнайын деп тұрған қазанға осы асқабақтарды бөліп, тазалап саламыз. Қазанға мантаварканың табағын салып, соның үстіне осы асқабақты саламыз. 35-40 минутта дайын болады. Видеоны соңында дейін қарап, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Бәріне рахмет.